Қайырлы күн достар, химия 8-ші сынып, ерітінділер және ерігіштік бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаттары: заттың ерігіштігіне температураның әсерін түсіндіру, буландыру техникасын қолдана отырып заттың 100 грамм судағы ерігіштігін есептеу, алынған нәтижелерді анықтамалық мәндермен салыстыру. Еріген заттың массалық үлесі мен ерітіндінің белгілі массасы бойынша еріген заттың массасын есептеу, ерітіндідегі заттың молярлық концентрациясын есептеу. Бірінші тапсырма. Суреттегі заттар ерігіштігінің температураға тәуелділік графигі көрсетілген. Графикті қолданып сұрақтарға жауап беріңіз. А сұрағы. Суреттегі графикті қолданып қатты заттардың судағы ерігіштігі температураға тәуелділігін түсіндіріңіз. Суретті қарайық. Заттардың ерігіштігі тік қатарда сол жағында берілген, температура төменде көлденеңінен берілген. Бір затты алайық, калий нитраты. Калий нитраттың 10 градуста ерігіштігі 20-ға тең. 30 градус температурадағы ерігіштігі 50 граммға жақындап жатыр. 40 градустағы ерігіштігі 60 граммнан асты. Яғни температура артқан сайын заттардың судағы ерігіштігі артады. Б тапсырмасы. 80 градус температурада мыс сульфаты кристаллы гидратының ерігіштігін анықтаңыз. Мыс сульфаты кристаллы гидратының формуласы купрум с4 көбейтілген 5 молекула су. Мына кестеден соны тауып аламыз. Купрум с4 көбейтілген 5 молекула су. Мінекей. Енді осы сызықты жүргіземіз. Мінекей оның ерігіштігінің сызығы. Графиктен 80 градустағы ерігіштігін қараймыз. Міне. 80 градус міне. Бұл шамамен 55 граммды көрсетеді. Сонда ерігіштік 80 градуста купрум с4 көбейтілген 5 молекула су тең 55 граммға. Келесі тапсырма. С сұрағы. Суреттегі мыс сульфаты кристаллы гидратының температурасын 80 градустан 20 градусқа салқындатқанда қанша тұз кристалданатындығын есептеңіз дейді. Ол үшін біз сол кристаллы гидраттың 80 және 20 градустағы ерігіштіктерін кестеден қарап аламыз. Берілген графиктен қарап аламыз. Так, 20 градуста 20 грамм ерейді екен, мінекей. 80 градуста 55 грамм ерейді екен. Енді есептің берілген жазып алайық. Ерігіштікті S пен белгілейміз. 80 градуста купрум с4 көбейтілген 5 молекула су. Ерігіштігі тең 55 грамм 100 грамм суда. Енді 20 градустағы ерігіштігін жазайық. S4 көбейтілген 5 молекула су. 20 градуста оның 20 граммы ерейді екен 100 грамм суда. Так, табу керек. Қанша тұз кристалданады дейді. Тұздың массын табамыз. Шешуі. Біріншіден Т1 деп 80 градусты белгілеп алайық. 80 градуста 100 грамм суда 55 грамм кристаллы гидрат ерейді екен. Тұз деп белгілей салайын. Жалпы ерітіндінің массасы бізге керек емес. Так, Т2 деп 20 градусты белгілейміз. 100 грамм суда 20 грамм тұз ерейді.
Енді бізге табу керек 20 градуста қанша тұз кристалданатынын табу керек. Яғни бізде бары 55 грамм тұз. М1 тұз 55 грамм. Бар тұзымыз 55 грамм. Ал суымыз 100 грамм. Сексен градустан 20 градусқа температураны салқындатқан кезде 100 грамм суда бары 20 грамм тұз ерейді. Ал бізде 55 грамм тұз бар. Сонда масса тұз тең болады. Бары 55 грамм тұз, 20 градуста оның 20 граммы ерейді. Сонда 35 грамм тұз бізде кристалданады. Қандай қорытынды шығаруға болады? Бұл жерде біз былай деп жауап береміз. Ерітінді аса қанық ерітіндіге айналады. Және 35 грамм тұз шөгеді. Д тапсырмасы. 10 градус температурада калий нитратының 100 грамм суда 20 граммы ерейді. Температураны 50 градусқа арттырса, калий нитратының 100 грамм судағы ерігіштігін анықтаңыз. Есептің берілгенін жазамыз. Калий нитратының 10 градустағы ерігіштігі 20 грамм. 100 грамм суда. Оның 50 градустағы ерігіштігін біз жаңағы графиктен қарап аламыз. Ол тең 85 граммға 100 грамм суда. Ерігіштікті табыңыз дейді. Шешуі. Сонымен бізде Т1 ол 10 градус. 10 градуста 100 грамм суда калий нитратының 20 грамм ерейтіні белгілі. Енді бізге температураны көтердік дейді. Т2 ол 50 градус. 50 градуста оның ерігіштігі қалай өзгереді дейді. 50 градуста біз білеміз 100 грамм суда 85 грамм тұз ерейді. Яғни ерігіштік артады. Яғни температура көтерілген кезде заттардың ерігіштігі артады тұздардың. Бірақ бізде бары 20 грамм тұз. 50 градуста 85 грамм тұз ерейді екен, бізде бірақ бары 20 грамм тұз. Олай болса бізге 50 градуста қанық ерітінді болу үшін бізге 65 грамм тұз жетпейді екен. Сонда қорытынды былай болады. Температура жоғарылағанда ерігіштік артатындықтан қаныққан ерітінді қанықпаған ерітіндіге айналады. Солай ғой, бізде алғашқыда қаныққан ерітінді болды. 100 грамм суда 20 грамм тұз еріп тұрды. Енді температураны көтеріп жіберген кезде одан да көп тұз ерейді. 85 грамм тұз ерейді. Ал бізде бары 20 грамм. 65 грамм тұз жетпейді. Сондықтан қаныққан ерітінді алу үшін 65 грамм тұз қосу керек. Е тапсырмасы. Тұздардың суда ерігіштігіне температураның әсерін түсіндіріңіз. Бұл тапсырманың жауабын шешу үшін мен сіздерге мынандай сұрақ қояйын. Қант қандай суда тез ериді? Ыстық суда ма, әлде суық суда ма? Әрине ыстық суда, е? Себебі температура неғұрлым жоғары болса, диффузияда тезірек жүреді ғой. Сондықтан заттардың ерігіштігі температураға тәуелді болып келеді. Сонда бізде бұл сұрақтың жауабы температура артқан сайын қатты заттардың суда ерігіштігі артады деп жауап береміз. Екінші тапсырмада есеп берілген. Массасы 200 грамм 15% ерітінді дайындау үшін қанша тұз және қанша су алу керектігін есептеңіз дейді.
Бұл ерітінді концентрациясына берілген есеп. Есептің берілгенін жазайық. Бізде ерітіндінің массасы беріліп тұр. Масса ерітінді 200 грамм. Және омега беріліп тұр. 15% ерітіндінің концентрациясы беріліп тұр. Так, осындай ерітінді дайындау үшін қанша тұз бен су алу керек? Табу керек. Масса тұз, масса су. Шешуі. Омеганың формуласын жасайық. Омега тең болады. Масса еріген зат бөлінген масса ерітінді көбейтілген 100%. Енді осының ішіне қарайтын болсақ, бізде омега белгілі 15%, масса ерітінді белгілі 200 грамм, еріген заттың массын таба аламыз. Олай болса, масса еріген затқа формуланы өзгертеміз. Ол омега мен масса ерітіндінің көбейтіндісін 100-ге бөлгенге тең. Олай болса, осы формулаға қойып, масса тұзды тауып алайық. Он 15% көбейтілген 200 грамм бөлінген 100%. Процент пен процент қысқарады, бізде жауапта өлшемділігі грамм болады, яғни 30 грамм. Бұл бізде тұз. Біз біреуін таптық. Енді масса суды табуымыз керек. Бізде ерітіндінің массасы белгілі. Жалпы ерітінді дегеніміз не? Ерітіндіні не құрайды? Ол ерітінді дегеніміз су мен одағы еріген тұз. Сонда масса су қосылған масса тұз бізде ерітіндіні береді. Масса ерітінді бізде белгілі, масса тұзды таптық. Олай болса, судың массасын есептей аламыз. Масса су тең болады. Масса ерітінді азайтылған масса тұз. Осыған қойып, судың массасын табатын болсақ, ерітіндіміз бізде 200 грамм, азайтылған, табылған тұздың массасы 30 грамм. Олай болса, 200-ден 30 алсақ, 170 грамм. Жауап. Масса тұз 30 грамм, масса су 170 грамм. Үшінші тапсырма есеп. Натрий гидроксидінің көлемі 2000 мл ерітіндісіне 16 грамм еріген зат болса, осы ерітіндінің малярлық концентрациясы қанша болатынын есептеңіз. Бұл есеп малярлық концентрацияға берілген, есептің берілгенін жазайық. Бізге ерітіндінің көлемі берілген. 2000 мл дейді. Малярлық концентрацияның өлшем бірлігі моль литр болғандықтан, бірден литрге айналдырамыз, 2 литр шығады. Және 16 грамм еріген затты, еріген затымыз натрий гидроксиді. Сондықтан масса натрий OH 16 грамм деп жазамыз. Бізге енді осы ерітіндінің малярлық концентрациясын табыңыз дейді. Ол бізде сыммен белгіленеді. Шешуі. Малярлық концентрацияның формуласын жазатын болсақ, ол сол ерітіндіде еріген тұздың зат мөлшерін ерітіндінің жалпы көлеміне бөлгенге тең. Бізде енді зат мөлшері белгісіз. Яғни натрий гидроксидінің зат мөлшері белгісіз. Зат мөлшерін қалай табамыз? Есімізге түсірейік. Ол масса бөлінген мольдік масса. Натрий гидроксидінің массасы белгілі, ол бізде 16 грамм, мінекей. Ал мольдік массасын бізге есептеу керек болады. Олай болса, натрий гидроксидінің мольдік массасын есептеп алайық. Натрийдің массасы 23, оған қосамыз оттектің массасы 16, оған қосамыз сутектің массасы 1. Тең болады 40 грамм моль. Енді формулаға қойып,
есепті жүргізе беруімізге болады. Натрий гидроксидінің зат мөлшерін табатын болсақ, оның есепте берілген массасы 16 граммды, мольдік массасы 40 грамм мольға бөлеміз. Грамм мен грамм қысқарады, 16-ны 40-қа бөлген кезде 0,4 моль. Енді зат мөлшері олай болса табылды бізде, енді малярлық концентрацияны есептеуімізге болады. Малярлық концентрация тең болады. Натрий гидроксидінің зат мөлшері 0,4 моль. Бөлінген ерітіндінің көлемі 2 литр. 0,4-ті 2-ге бөлеміз, 0,2 өлшем бірлігі моль бөлінген литр. Соңғы тапсырма, ерітіндідегі заттардың малярлық концентрациясы дегеніміз не дейді? Енді малярлық концентрация дегеніміз ол 1 литр ерітіндіде еріген заттың мөлшерін көрсететін шама. Олай болса, біз жауапты былай жазамыз. Ерітіндінің 1 литр еріген заттың мөлшерімен анықталатын шаманы айтамыз. Оның өлшем бірлігі есептен көргендеріміздей моль литр. Назарларыңызға рахмет. Сабақ пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды.